Құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар, қадірменді қонақтар. Бүгін бір оқу жылының жемісін қорытындылайтын ерекше сәт. Бұл білім мен еңбектің нәтижесі сараланатын маңызды күн. Бүгінгі мереке тұтас жылдың табысын, жетістігін түйіндейтін әсерлі мезет. Ендеше жыл бойы үздік нәтиже көрсетіп, білімін дәлелдеген үздік оқушыларымызды ортаға шақырамыз. Мектеп басшысының 22.05.2026 жылғы бұйрығы 2025-2026 оқу жылының қорытындысы бойынша номер 3 мектеп-интернатының үздік оқушыларын марапаттауға бұйырамын. Шеруімізді бастайтын 2-ші сынып Байгенжиева Гүлнар апай бастаған Құрбанай Альбина, Мұхағали Махатаев оқулары, Ақбота зияткерлік бастау олимпиадаларының жеңімпазы Райымбек Айсезім, Болатқызы Ақбота, Тұрғанбек Асылай, Құрманғазы Мадина, Қожа Ахмет Айдана, Әбілзат Аян. Үздік оқушыларымызға қошемет көрсетейік. Алиева Жанар апай бастаған 3-ші сынып оқушылары. Жасұланқызы Еңлік, Бастау республикалық математикалық олимпиадасының аудандық кезеңінің 3-ші орын иегері. Талдыбай Аруана, Алтын Сақа республикалық математикалық олимпиадасының жүлдегері. Ақбота зияткерлік олимпиадасының жеңімпаздары Төленді Арунас, Садық Мейіржан, Биғазы Зарфулла, Шамшидин Мирасыл, Қабылда Гүлнас, Әлімбай Әли, Қайрат Аделя, Әмірхан Нұрсұлтан, Ерікқызы Жасмин, Еркебұланқызы Гаухар. Сұлтанбай Арай апайымыз бастаған 4-ші сынып оқушылары. Ақбота және кенгуру зияткерлік олимпиадаларының жеңімпаздары Бағдат Нұрдәулет, Сапарбек Инабат, Мұхтарұлы Арсен, Иген Көркем, Жалғасбек қызы Бибінұр, Омар Айжұлдыз, Чембулатова Айша, Шыраздин Нұрымжан, Өтеген Азамат, Бастау және Алтын Сақа математикалық олимпиадасының жеңімпазы Құрбанай Сабина, Ыбырай оқулары байқауының 2-ші орын иегері Нұртас Айсана, Алтын Сақа математикалық олимпиадасының 3-ші орын иегері Райымбек Айзере, Зерде ғылыми жобасының 3-ші орын иегері. Шайхсламова Құралай апай бастаған 5-ші сынып үздіктері Әбутәліп Нұрали, аудандық математикадан пәндік олимпиаданың 2-ші орын иегері. Шамшидин Мұхаммедали, Алтын Сақа олимпиадасының 2-ші орын иегері. Жолтай Адина, Ағылшын пәндік олимпиадасының 3-ші орын иегері. Аудандық олимпиада жүлдегерлері Жалғасбекұлы Мансұр, Ермекбай Каусар, Жұмаділля Жансұлтан, Айтуар Санжар. Қошеметтеп қояйық үздіктерімізді. Нұрманова Гүлзада апай бастаған 6-ші сынып оқушылары Жұмағали Айзере, Мың бала ұлттық зияткерлік олимпиадасы, Зерде ғылыми зерттеу байқауының жеңімпазы Нұртас Нұрай, Мың бала ұлттық зияткерлік олимпиадасының жеңімпазы Хайбулла Аяна, Тарих пәндік олимпиадасының жеңімпазы Чембулатов Амир, баскетболдан өткен жас жеткіншектер арасындағы жарыстың 2-ші орын иегері Қалдыбай Өркен, орыс тілі пәндік олимпиадасының жеңімпазы Ғаниұлы Мирлан, баскетболдан өткен жеткіншектер арасындағы жарыстың 2-ші орын иегері Байызат Назым, аудандық сайыстардың жеңімпазы Көпжасар Айсана, аудандық олимпиадалардың жүлдегері. Мырзабаева Назгүл апай бастаған 7-ші сынып үздіктері Мәметжан Ернұр, география пәндік олимпиадасының 3-ші орын иегері Байызат Наргүл, ағылшын тілінен ұйымдастырған Спилленби аудандық сайысының 2-ші орын иегері. Берістен Нұрсезім, Ақбота олимпиадасының 3-ші орын иегері. Баймағамбетова Рыскүл апайымыз бастап келе жатқан 8-ші сынып оқушылары Сәнділек Айнияз, Ділмар республикалық өнер сайысының облыстық кезеңінің жүлдегері, Жарқын болашақ олимпиадасының облыстық кезеңінің жүлдегері, республикалық кезеңінің қатысушысы Шамшидин Гүлназ, Тарих пәндік олимпиадасының жүлдегері, Мырзахан Зияна, Ағылшын пәндік олимпиадасының жүлдегері, Мәді Ақтоты, аудандық қазақ тілі пәндік олимпиадасының 2-ші орын иегері, Қайратұлы Қарасай, Игенбаев атындағы облыстық математика пәнінің 3-ші орын иегері, Еркінбай Ахмет, мәшһүр оқуларының 2-ші орын иегері,
Сапарбек Темірлан аудандық пәндік олимпиаданың информатика пәні бойынша 3-ші орын иегері. Арасат Нұрбек аудандық география пәндік олимпиадасының 3-ші орын иегері. Омарова Жазира апай бастаған 9-шы сынып үздіктері. Бектұрсын Таңшолпан аудандық информатика пәндік олимпиадасының жүлдегері. Файзулла Санжар аудандық ғылыми жобаның 2-ші орын иегері. Ғабит Ерлір ағылшыннан спилинг сайысының 1-ші орын иегері. Тұрмағанбет Әсел биология пәндік олимпиадасының 1-ші орын иегері. Қошеметтеп қоямыз үздіктерімізді. 10-ші сынып Саданова Сажида апай бастаған үздіктеріміз. Досан Құндыз аудандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы зияткерлік сайысының 2-ші орын иегері. Сұлтанғали Жасмин аудандық математика пәндік олимпиадасының 2-ші орын иегері. Төленді Жанерке облыстық химия пәндік олимпиадасының 2-ші орын иегері. Нәдір Аруна аудандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы зияткерлік сайысының 2-ші орын иегері. Өмірбек Жұлдызай аудандық физика пәндік олимпиадасының 3-ші орын иегері. Қожахмет Ақсұңқар аудандық пәндік олимпиада жеңімпазы. Әділхан Инабат аудандық интеллектуалды сайыстардың жүлдегері. Тұрлыбек Каусар республикалық олимпиада жүлдегері. Үздіктерімізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі соңғы қоңырауда негізгі 9-шы сынып бітіруші түлектерімізді ортаға шақырамыз. Құрметпен. Омарова Жазира апай бастаған 9-шы сынып оқушылары. Келесі кезек ерекше сәт. Бүгінгі іс-шарамыздың, салтанатты кешіміздің негізгі кейіпкерлері келесі кезекті 11-ші сынып түлектеріне береміз. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, 2025-2026 оқу жылының мектеп бітіруші түлектерін ерекше қошеметпен қарсы алайық. Математика пәнінен олимпиадаға қатысып, өзінің терең білімін, логикалық ойлау қабілетін және жауапкершілігін көрсете білген үздік аттестатқа үміткер Болатбекұлы Мерей ұстазы Түлкібаева Шамшахар апаймен қарсы аламыз. Келесі мектепшілік және мектепшілік және қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысып, ұйымдастырушылық қабілетімен ерекшеленетін шәкіртіміз Оразбай Жамбота ұстазы Нәжімқызы Тұрғаш апайымызбен ортада. Физиканың қыр-сырын түсінуге құштар, салмақты да ұстамды шәкіртіміз Әбілзат Фархат ұстазы Манап қызы Түркіл апайымызбен. Алтын белгіге үміткер IELTS тестінде жоғары нәтиже көрсетіп, білім деңгейінің біліктілігін дәлелдеген шәкіртіміз Әбдіжамал Жасмина ұстазы Селхожаева Жанар апаймен.
өткеннің өнегесін бүгінмен байланыстыра білетін табиғаты бөлек, тарих сүйгіш шәкіртіміз Жұмабай Бекзат, ұстазы Жанат Әбілтай қызымен. Химияны шебер меңгерген, талғамы жоғары, сәні мен сымбат үйлескен кербез шәкіртіміз Нұртасбек аяулым ұстазы Искакова Гүлзада апаймен. Алтын белгіге үміткер, таланты мен дарыны жарқыраған, биологияға құштар, спортта да белсенді, жан-жақты қалыптасқан ерекше шәкіртіміз Омар Елдана ұстазы Сәуле Әуесхан қызымен. Республикалық спорт жарыстарының жеңімпазы, биология ғылымына құштар, салмақтыда кішіпейіл шәкіртіміз Шәкір Әсел ұстазы Бақытгүл Тимур қызымен. Қошемет деп отырайық. Сабырлы да биязы мінезімен ерекшеленетін, география ғылымына құштар, аудандық олимпиада жеңімпазы шәкіртіміз Әшірәлі Тоғжан, ұстазы Айжан Жарылқасын қызымен бірге. Қошеметтеп отырамыз. Республикалық деңгейде спортта жеңіске жеткен, география ғылымына бейім, ортасына беделді, сабырлы мінезді, дарынды шәкіртіміз Шәкір Айнел, ұстазы Дархан Әбіләкімұлымен бірге. Көңіл болмысымен ақжарқын мінезі үйлескен, биология мен химияға ынталы көпшіл шәкіртіміз Еркінбай Ерсұлтан, ұстазы Әбдірайым Нұрболатпен бірге. Ойы ұшқыр, салмақты мінезімен ерекшеленетін, география мен тарихқа құштар шәкіртіміз Тұрсынбек Әбдуахап, ұстазы Асқар ағаймен бірге. Сөзі нық, ойы анық, ағылшын тіліне бейім, жоғары, өз пікірін еркін жеткізетін, алтын белгіге үміткер шәкіртіміз Төленді Жайна, ұстазы Абибулаева Жазира апайымен. Келесі шәкіртіміз логикалық пайымы жоғары, жауапкершілігі зор, қоғамдық жұмыстарда алда жүретін, аудандық және облыстық олимпиада жеңімпазы шәкіртіміз Зайыров Жәнібек және ұстазы Аманова Набира. Көркем әдебиетті сүйіп оқитын, облыстық олимпиадалардың жеңімпазы, көркем сөзді жүрегімен сезінетін, рухани бай, ойы терең шәкіртіміз Үйсінбек Нұрасыл, ұстазы Әбілхайыр қызы Самал. Келесі шәкіртіміз сабырлы, байсалды болмысымен танылған, математикаға
логикасы жоғары, ойы жүйелі, зерек шәкіртіміз Қошқаров Жолдас, ұстазы Мәденова Гүлзия. Үздік аттестатқа үміткер, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, сынып көшбасшысы, ақкөңіл, ақылды, көпшіл, физикаға қызығушылығы бар белсенді шәкіртіміз Иса Әлия, ұстазы Мейірхан Әуесханұлымен бірге. Позитивмен өзгелерге күш беріп, әр күнді ерекше ететін шәкіртіміз, көңілді шәкіртіміз Кәрібай Марлен, ұстазы Тұрғанбаева Қаламқас апаймен. Қыздардың арасында нәзік болмысымен ерекшеленетін, поэзияға жаны жақын, сынып белсендісі, ағылшын тілін таңдаған шығармашыл шәкіртіміз Нұрдилаева Фариза, ұстазы Тоғжан апаймен. Ортада қошеметпен. Талғампаз болмысымен танылған, техника және информатика саласына бейім, ізденімпаз шәкіртіміз Жұмаділлә Нұрасыл, ұстазы Маратұлы Ерсұлтан. Келесі шәкіртіміз ақылды, ойы мен салмақты мінезі үйлескен, география ғылымдарына қызығушылығы басым шәкіртіміз Әжібек Нұржігіт, география пәнінің мұғалімі Ұланбек ағаймен бірге. Қошеметпен отырамыз. Бітіруші түлектер, сіздерді бүгін осындай салтанатты кеште көргенімізге қуаныштымыз. Енді әрі қарай салтанатты кешті жүргізуді өздеріңізге ұсынамыз. Неге сонша тез өтеді? Кеше ғана біз осы мектеп табалдырығын кішкентай ғана армандармен аттаған едік. Сен мені іздеп тұрсың ба? Сен кімсің? Мен сенің балалық шағыңмын. Сенің алғашқы қоңырауың, алғашқы дәптерің, алғашқы армандарың. Есімде, алғашқы ұстазымыз бізді қолымыздан ұстап әріп үйреткен еді. Сол кезде сен мен тезірек өсемін деп айтатынсың. Ал бүгін сол күндердің қайта оралмайтынын түсіндім. Есіңде ме? Достарыңмен бірге күлгендерің. Я, сабақ арасындағы күлкі, мектеп дәлізіндегі шу, бәрі жүрегімде қалды. Ал ұстаздарың ше? Олар бізге адам болуды үйретті. Бүгін менімен қоштасатын күн. Жоқ, сен ешқашан кетпейсің. Сен менің ең қымбат естелігім болып қаласың. Онда сен бір нәрсе уәде ет. Қандай? Армандарыңнан ешқашан бас тартпа. Уәде беремін. Ал мен сенің жүрегіңде мәңгі қаламын.
Біз бұл мектептен тек білім алып кеткен жоқпыз. Біз бұл жерден өмірге қанат алдық. Бұл қабырғалар біздің балалық шағымыздың куәсі. Неге тоқтап тұрсыңдар? Сен кімсің? Өте ерекше көрінесің. Мен сендердің болашақтарыңмын. Болашақ? Иә, мен сендерді көптен бері күтіп тұрмын. Сендердің армандарың сол жақта, жолдарың аяқталған жоқ. Онда айтшы, бізді не күтіп тұр? Біз дұрыс таңдау жасаймыз ба? Оны мен емес, сендер шешесіңдер. Әр қадамдарың мені қалыптастырады. Сонда бәрі бізге байланысты ма? Иә, сенің арманың, сенің еңбегің, сенің таңдауың, менің келбетім. Онда біз қорықпаймыз, себебі бізде арман бар. Бізде сенім бар. Және болашақ бар. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Қайырлы күн, қадірлі ата-аналар мен қонақтар. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, асқар тау, арқа тұтар алтын белім, ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің айналайын халқым менің. Мектеп қой еліміздің қаны жаны. Мектептен басталады бәрі-бәрі. Мектеппен қоштасу жиынында шырқалсын Қазақстан әнұраны. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берелік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Дей отырып бүгінгі салтанатты шарамызды ашып беру үшін мектеп басшысы Айжан Әлімбайқызын құрметпен ортаға шақырамыз. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар және құрметті мектеп оқушылары. Бүгін міне 2025-2026 оқу жылының 25 мамыр мерекесі баршаңызға құтты болсын.
сен де бір кірпіш сенеге кетігін таптап бар қалам деп ұлы абай айтпақшы. Осы шәкірттердің әрқайсысының арманын жаңа өздеріңіз кішкентай көріністен байқадыңыздар ғой. Сол арманның шырағын жағатын әрине ұстаздар. Құрметті ұстаздар, сіздерге алғысым ерекше. Осындай ғасырда, жаңа ғасырда, жаңа шәкірттерді, жаңа талаптар мен міндеттерді орындауға үйрету әрине. Ол бейбіт өмірдің нағыз ерлік. Нағыз ерлік, ол ерлікті жасап жүрген ол сіздерсіздер. Сондықтан да ұстаздардың өзі бір әріп үйреткенге тазым деген бар ғой. Өмір бойы ұмытылмайтын, шәкірттің жадынан шықпайтын. Мынау менің әріптестеріме бүгінгі мерекеде тек қана жақсылық, бақыт, мықты денсаулық тілеймін. Келесі үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін хақта қалам деп. Ұлы Ыбырайдың атасы Балғожа бидің айтқан сөзі бар ғой. Міне, көздеріңіздің нұрлары алдарыңызда жарқырап тұр. Бұлардың жарқырауын әрине еңбек еткен ұстаздар. Сондықтан да құрметті ата-аналар, әкелер, апалар, міне, бүгінгі мына шәкірттеріміздің қуанышына гүл шоқтарыңызды арқалап, жүректеріңізге бәрін сыйғызып алып келіп отырсыздар. Сондықтан да сіздерге де осы шәкірттеріңіздің, мынау перзенттеріңіздің тек қана жақсылығын көруді Алла тағала нәсіп етсін. Және де сөз бағы керемет. Өзіңе сен, өзіңді алып шыққар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп. Онда абай айтып кеткен. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздерге айтатын аналық әрі ұстаздық тілегім, жолдарыңыз ашық болсын, жарқын болсын. Кішкентай жүрекке сыйғызған армандарыңызға тек қана біліммен, тек қана еңбекпен, жақсылықпен ғана жетуді өзі заманда, қоғамда дәлелдеп отыр. Сондықтан да күні ертең 26 мамыр күні бізде жас мен қызымызбен Құда қаласа мерей баламыз ұлттық бірыңғай тестке келеді. Яғни балапанды күзде санайтын білім саласы біз сол ұлттық бірыңғай тесттен кейін біз балапанды санаймыз, жетістікте біз екшейміз. Сондықтан да қыздарымыз бен жігіттерімізге тек қана сәттілік, қуантыңыздар. Ата-ананы қуантыңыздар, ананы қуантыңыздар. Әрине мектеп сіздермен әрқашан бірге. Сәт сапар. Бәрекелді. Кішкене марапаттауды жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Құрмет грамотасы білім беру саласының дамуына қосқан елеулі үлесі мен еліміздің болашақ иелеріне сапалы білім, өнегелі тәрбие берумен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араласқаны үшін Жаңғырған аудан нөмір 3 мектеп-интернатының тәрбиешісі Баймағамбетова Рыскүл Мұсабековна марапатталады. Ол шапалақтаймыз, бәріміз апайымызға құрмет көрсетеміз. Қайда, сүйгізіңіз, қайда? Апай, бұл кішкентай қағазда емес, дүниенің барлығы қағазда емес. Ең басты сіздің еңбегіңіз. Ол еңбегін сізде Қарасай шығарып жатыр, сыныңыздан Ахмет шығарып жатыр, біздің Айнияз баламыз бірнеше дүркін шығарып жатыр. Сондықтан да жеңісіңізден да көп болсын келесі жылы. Барлық мен айтар едім тәрбиешілерге, сынып жетекшілерге, нағыз Рыскүл апайдан тәрбие алыңыздар, үлгі алыңыздар. Құрмет грамотасы білім беру саласының дамуына қосқан елеулі үлесі мен еліміздің болашақ иелеріне сапалы білім, өнегелі тәрбие берумен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араласқаны үшін Жаңғырған ауданы нөмір 3 мектеп-интернатының әлеуметтік педагогы Парманқұлова Арай Рашқызы марапатталады. Сағында айтарым, яғни бұл қағазда емес, бұл әлеуметтік педагог деген өте ауыр сала. Сондықтан да біздің мектеп-интернатының тарихын сіздер білесіздер, сондықтан жұмысыңызға сәттілік. Ол деген үлкен міндет жүктеледі сіздерге. Қабылдаңыздар. Осындай құттықтау шамалы кешіп келіп отыр. 7 мамыр Отан қорғау мерекесін шын жүректен құттықтаймыз. Білім беру саласын дамытуға қосқан үлесіңіз бен өз қызметіңізде жоғары жауапкершілікпен белсенділік танытқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Әр күніңіз қуанышқа, табысқа және жақындарыңыздың ықыласы мен құрметіне толы болсын. Сізге зор денсаулық, отбасылық бақыт, шығармашылық жетістіктер тілейміз дейді Бекенов Нұрлан. Бар ма? Біздің
үшін, біздің сақтығымыз үшін, амандығымыз үшін 24-те 4 сағатына диплом Қызылорда облысы жалпы білім беру ұйымдарының жас педагогтеріне арналған жас ұстаз табысқа апарар жол 4-ші облысы форумында 100-ден жүйрік жас педагогтар арасындағы зияткерлік сайыста терең білімін, тапқырлығын және жоғары кәсіби ой өрісін көрсетіп, бірінші орын иегері атанған үшін Әбдірайым Нұрболат марапатталады. Келесі биылғы 2025-26 оқу жылында жарқын болашақ республикалық қазақ тілі олимпиадасына қатысқанын растайды. Қазақ тілін насихаттауға үлес қосып, тіл мәдениетіне дәріптеуге бағытталған білім сайысына белсене қатысқан үшін беріледі. Олимпиада таным мен тіл шеберлігін ұштайтын бірегей алаң екенін мақтанышпен атап өтеміз. Сертификат бізге беріліп отыр. Облыстық жарқын болашақтан бірінші орын алған Сәндібек Айнияз марапатталады. Айнияз берген. Айнияз енді қалай мақтасақ та жарасады. Біз Айниязбен мақтамаймыз, Айниязбен мақтанамыз, құрметті әріптестер. Ал енді Айнияздың енді жүлделі орындарын айтып жеткізу мүмкін емес, қаншама уақыт. Сондықтан да Айнияздың болашақта үлкен азамат шығатын екенін білдіремін Айниязға. Келетін жылы Құда қаласа республикадан бірінші орын. Алғыс хат. Енді өзі Ақбегі дейді ғой, қазақша мынау сәйгүліктерді баптайтын, ал бізде ұстаздар әрине шәкірттерді баптайтын. Алғыс хат. Құрметті Әбілхайыр Самал Әбілхайырқызы, сізге жарқын болашақ республика қазақ тілі олимпиадасына қосқан зор үлесіңіз үшін алғыс білдіреміз. Адамзат үшін ең бағалы құндылықты дәріптеп һәм қолдау танытып жүрген азаматтық ұстанымыңызға тәнтіміз. Ел игілігі үшін атқарған ұлағатты ісіңіз баршаға өнеге. Руханият көшін бастап бүтіндей ұлттың асыл мұратын абырой биігіне түсірмегеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Ізгілік жолындағы еңбегіңіз өлшеусіз. Сізге қажымас қайрат, зор денсаулық тілейміз. Үлкеннен ұлағат, жақсыдан шарапат жұққан көңіліңізді бұлт шалмасын. Самал қызымыздың марапаты құтты болсын. Самал сізден Құда қаласа 2026 оқу жылында 2026-27 оқу жылында республикалық байқаудың бірінші орын марапаттайтын күнді нәсіп етсін. Келесі кеше хабарларымызда бар аудандық деңгейде аудандық білім бөлімінің басшысы Жанболат Бекмағамбетұлының бастамасымен үлкен қорытынды марапаттау өтті. Сол марапаттауда әрине 47 мектеп бар аудан көлемінде. Сол мектептердің ішіндегі 10 шақты мектебі марапат ұсынылды. Соның ішінде Қызылорда облысының білім басқармасының Жаңақорған ауданы бойынша білім бөлімі тәрбие жұмыстары арқылы оқушылардың бойында адамгершілік құндылықтарды қалыптастырып, үздік нәтижелер көрсеткені үшін Жаңақорған ауданы бойынша білім бөлімінің нөмір 3 мектеп-интернаты, үздік жұмыс қалыптастырушы білім ордасы 2026 атағы берілді. Құрметті әріптестер, бұл марапатты алу да оңай емес. Әрине бәрі еңбекпен келеді. Бірақ осыны ұстап қалу деген бар ғой, чемпион болу қиын, оны ұстап қалу одан да қиын деген сөз бар. Сондықтан барша әріптестер, бұл бізге берілген үлкен сенім, үлкен міндет. Осы тұғырдан түспеуге баршаңызды шақырамын. Құтты болсын баршаңызға. Марапат өте көп әріптестер аудандық. Бірақ енді тамыз айында үлкен қорытынды жиналыс болады, сонда біз енді ұбт-ның қорытындысын жасаймыз. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылдың мәреге жеткен күн. Бүгін мектебім, ұстазым деп көңілін қимастық кешкен күн. Бүгін атаң ақ жол тілеп ақ бата берсем деген күн.
Бүгін әжең ерке ұланның ержеткенін көрсем деген күн. Бүгін әкең қызым бой жетті деп мақтанған күн. Бүгін анаң ұлым ержетті деп шаттанған күн. Бүгін ұстазыңның жанында шәкірт болып соңғы рет топталған күн. Бүгін арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Ендеше сәт сапар жас түлектер, қош айтысып алалық шақ өткеніне, қош айтысып сүйікті мектебіне, тұғырдан түлеп ұшқан жас қарандар аттанып барады өмір көктеміне. Балауса гүлдей жайнаған, білімге қадам байлаған. Кішкентай біздің достарды қарсы алайық сайраған, бірінші сынып оқушыларының ән шашуы. Шәкірт үшін боп құрбан, ерге еңбек көп болған, ел тірегі боп тұрған ұстаздар. Иесізден дүние көрдім, ғимараты ғұмырдың, арқалары жырымнан ұстаздар. Қантамыр білімнің, қантамыр ғылымның, батырлары бүгінгі ұстаздар. Бүгінгі мерекеде ең ерекше сәттердің бірі ұстаздарға алғыс айту, солай емес пе? Дұрыс айтасың, себебі әр жетістігіміздің артында ұстаздардың еңбегі жатыр. Иә, олар бізге тек білім беріп қана қоймай, өмірге жол сілтеді. Сондықтан бүгінгі алғысымыз ерекше болуы тиіс. Олай болса, ұстаздарға деген шынайы алғысымызды жеткізу үшін Болашаққа нық қадам басқан 11-ші сыныптың сері жігіттерін шақырамыз. қарсы алыңыздар. Ұстаз деген кім? Ұстаз деген жүректегі жарық нұр, қараңғыда жол көрсеткен анық бір
Білім беріп, үміт сыйлап әр балаға, арман жаққа жетелейді алып қыр. Ақ барақтай бала көңіл алдына, әріп жазып, білім нұрын салды да, тәрбиемен, ақылымен жетеледі, жақсылықтың жол нұсқап саңырға. Қателесек сабырменен түсінеді, жақсылыққа әрқашанда үндейді, үміт артып болашағы жарқын болсын, шәкірттері бек шыңға жетсін деп. Ұстаз деген ұлы есім, асыл адам, жарық қылған білімменен әрбір таңды, қараңғыда жол көрсеткен шам секілді, арман жаққа жетелейді шәкірт жанды. Сабақ беріп, ақыл айтып, жол үйреткен, болашағын әр баланың ойлап өткен, қанша еңбек, қанша үміт жүрегінде, шәкірттері биік шыңға бойлап жеткен. Жылы сөзі жүректерге нұр құяды, қиын кезде сенім беріп күш береді. Әр баланың арманына қанат байлап, үміт отын мәңгі сөнбей түсіреді. Жылдар өтсе ұмытылмас ұстаз сөзі, жүрек түбінде сақталатын алтын ізі, өмір жолы нұрландырып берген жанға, мың алғыс айтса да ғой шәкірт көзі. Ұстаз ұлы, ұстаз мәңгі биік болға, ұстаз шамшырақ біздерді бастағанда, білім берген аяулы жан алдында, тағзым етіп бас еді әрбір жанда. Бүгін біз мектеппен қоштасамыз, бірақ сіздердің үйреткендеріңіз жүрегімізде мәңгі қалады. Сондықтан бүгін біз сіздерге бір ғана сөз айтамыз. Рахмет сіздерге, ұстаздар. Ұстаздар сіздерге мың алғыс. Singing in the
ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі келіп жатқан мейрамымыз құтты болсын. Мен өзім алғысымды бөлек айтқым келіп тұр. Осы ата-аналар, ұстаздар, осы сіздер біздің қиын жағдайда болғанымызда қаламадыңыздар. Осы сіздерге рахметімді шексіз. Осы сіздер осы біздің болашағымызда қалатыныздар, мұғалімдер, осы сіздер еңбектеріңіз жана берсін. Шәкірттеріңіз, осы сіздер мақтаныштарыңыз болсын. Оқушылар, сыныптастарым, сендермен өткен 11 жыл естерінде ме? Осы 11 жыл өткен қалжыңдарымыз, өткен уақыттарымыз маған вообще ұмытылмайды. Осы сол үшін бірінші сынып оқушылары сендер осы бүкіл өткен бүкіл болашақ уақыттарында бағалаңдар, мұғалімдерін тыңдаңдар, бір-бірлеріңді жақсы көріңдер, сыйлаңдар. Көз мауып кет, бұл сендер әндеме екендігін. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз берелі құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Сөз кезегін қолымызға алғаш қалам ұстатқан ұстаздар қауымына, Тұрғаш апайға, Әтіркүл апайға, Жанат апайға және Гүлзада апайымызға, ата-аналарымыз Тұрсынай апа, Роза апа, Гүлназ апа, Алима апаға береміз. Отағашыңыздар! Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, бүгін міне нөмір 3 мектеп интернатында Ақтөбенің қарны жабылған үлкен мереке. Айналайын мектеп бітіруші түлектер, сіздерге айтарым, мына бастауыштан алған, мектептен алған, ұстаздарыңыздан алған білімдеріңіз, бойларыңызға құт болсын. Барлық кезде осы мектептен алған білімдеріңізді, тәрбиелеріңізді жоғарғы оқу орнына барғанда да жалғастыратын керемет оқушы болып, шәкірттер болып, ары қарата да соны дамыта берулеріне шын жүректен тілектеспін. Айналайын мектеп бітіруші шәкірттер, сендер үлкен жолға қадам басқалы тұрсыңдар. ұмытудан жоғарғы бал жинап, жоғарғы оқу орындарына түсірулеріне шын жүректен тілектеспін. Барлық кедергілерден сүрінбей өтіңдер. Сендерге сәттілік. Тек қана мектептерінде емес, ұстаздарыңды оқытқан әрбір шәкірт мұғалімдеріңді ұмытпай, мектептерінен хабар алып, жақсы жаңалықтарымен бізді қуантады деген үлкен сенім артамын. Құрметті мектеп бітіруші оқушылар, мына аман-есен ұбт-дан өтіп, аңсаған армандарыңа жетіп, аңсаған оқуға түсе берулеріңе Аллам тілектеспін. Ақ жол болсын балдар сендерге. Аяулы ата-аналар, құрметті ұстаздар, және мынау мектеп бітіріп жатқан
шәкірттер, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Мен мына ұстаздар қауымына айтарым, алғысым шексіз. Осы мектепте нөмірі 3-ші мектеп интернатында менің 5 немерем оқыды. Соның екеуі грант иегері, 3-ші бітірейін деп жатыр. Сіздерге алғысым өте көп, шексіз. Рахмет. Мынау ұшайын деп жатқан түлектер, жолдарың ақ болсын, мақсаттарың көп болсын, аңсаған армандарыңа жетіп, ұлттық бірыңғай тесттен барлықтарыңда жоғары алуларыңа шын жүректен тілектеспін. Құрметті ұстаздар, мына бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Мына ата-аналар айтпақшы, сіздерге айтар алғысымыз мол. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Мына құрметті мектеп бітіруші жас түлектер, қадамдарың оң болсын, әрқашан жолдарың ашық болсын. Мынау алдағы сынақтан сүрінбей өтулеріңе аналық жүрегіммен тілектеспін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, 25 күні ерекше қоштасу күн. Ұстаздарға мың алғыс. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, әріптестер, бітіруші сынып түлектері, мына жас бүлдіршіндер, барлықтарыңызға мына бүгінгі соңғы қоңырау іс-шарасы керемет өтіп жатыр. Ойдағыдай, қазір заман талабына сай креативті, сондай қысқа, нұсқа, барлығы терең мағыналы, жеткізіп, түсінікті қылып, сондай өзім жақсы көңіл күйде отырмын. Сіздерге бүгінгі мереке барлықтарыңызға құтты болсын. Ал енді ұзын сөздің қысқасы, күн болса мынау төбемізді ойып баратыр, сондықтан жаңағы сөздің қаймағын ғана айтқым келіп отыр. Жандарым, бүгінгі кеш негізі арнайы бітіруші сыныптар түлектерге арналған ғой. Сондықтан жандарым, жарықтарым, айналайын балапандарым, бүгін мына сіздер ыстық ұяларыңнан ұшқалы отырсыңдар. Өмірдің тағы да бір, өмір өзі көптеген баспалдақтардан тұрады. Соның алғашқы баспалдағынан сендер аттағалы отырсыңдар. Мына ойларыңа түйген арма мақсаттарыңа жетіңдер. Өздерің қалаған мамандықтарыңның керемет, жүректеріңмен сүйетін иесі болыңдар. Мына елге қызмет ететін азамат пен азаматша болыңдар. Қайда жүрсеңдер де ыстық ұяларыңды ұмытпаңдар. Біз сіздерді мақтан етіп, сіздерді мақтау арқылы алдымызға мақтаныш қойып, өмірі сондай бір қуанышта, қызықшылықта, әдемі көңіл күйде жүрейік. Біз сенеміз сіздерге. Сіздерге ақ жол, сәтті сапар, қадамдарың оң болсын, талаптарың оң болсын, ниеттерің ақ болсын, мына денсаулықтарың мықты болып, мына келешек, мына болашақтарыңда жарқын болып, осылай тек қана алға деп сәтті сапар тілеймін жандарым. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, бітіруші түлектер, барлықтарыңа бүгінгі күн құтты болсын, Құдай қаласа. Ұстаздар, сендерге мың алғыс. Бітіруші түлектер, әрқашан жолдарың ашық болсын. Алғашқы түлектер дүниесінде ғой. Алла келе жатқан ОПТ-дан жоғары балл алып, грант иегері болуын нәсіп етсін. Ақ жол сендерге сәтті болсын. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қадірменді ата-аналар, оқушылар. Және де номері 3-ші мектеп интернатының Айжан Әлімбайқызы бастаған ұжым бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, тек еңбектеріңіз жана берсін. Ал құрметті 11 жыл бұрын мектеп табалдырығын имене аттаған менің түлектерім, Құдай қаласа қадамдарың құтты болсын. Өзім толқып тұрмын. Кішкентай кездерінен көз алдымда қалам ұстатып, әріп танытқан оқушыларым бүгін жаңа өмірге аттанып отыр. Құдай қаласа қадамдарың нық болсын. Еліміздің еңсесін көтеретін
азаматша болыңдар. Дендерің сау болсын, алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тесттен сүрінбей, өз арман мақсаттарыңа жете беріңдер. Көңілім бұзап тұр. Сәттілік, Құдай қаласа, ақ жол, сәт сапар. Рахмет! Стиктеріңізге рахмет, отыра берсеңіздер болады. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқының ата-анадан баталы. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін, сол тілектің бастауы анадан таралады. Әр баланың алғашқы ұстазы ана. Ендеше анаға деген шексіз алғыс пен махаббатқа арналған әнді қабыл алыңыздар. Өмір сыйладың, мәбеледің, ұл-қызыңды жетеледің, мақсатыңа көздеген. Жылы сөздерің жүрегіңде, өзің барда бұл өмірде, жалын биік өзгеден. Анашылай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның жемі, ақ сүт берген анашылай. Қолын менің қолама деп, қоласан да жылама деп, бақыт тілеп аяулым. Өзіңсіз ана көңіл шықпас, көп ішінде үнім шықпас, ат үстінде жаяумын. Анашылай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның жемі, ақ сүт берген анашыма. Анашылай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның жемі, ақ сүт берген анашыма. Жайна, білесің бе? Кеше ғана біз мектеп табалдырығын енді аттаған бүлдірсін едік. Рас айтасың. Уақыт қандай тез өтті десеңші. Ал бүгін үлкен өмірге қадам басқалы тұрған түлектеріміз үшін ерекше күн.
Ал сол үлкен жолдың басында тұрған кішкентай достарымыздың да айтар тілегі бар. Иә, кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған балақайлар. Бүгін ағалары мен әпкелеріне ақ тілегін жеткізбек. Қарсы алыңыздар, бірінші сынып оқушылары. Тілектер бүгінгі күн жүректе мәңгі сақталатын ерекше сәт жаңа өмірдің табалдырығын сыймай аттағалы тұрсыңдар. Осы уақытқа дейін алған білімдеріңіз сіздерге әрдайым жол көрсетсін. Ұстаздарын ұмытпақтап биік белестерге бағындыра беріңіздер. Алда жаңа мүмкіндіктер мен үлкен армандар күтіп тұр. Армандарыңыз орындала берсін. Ақжол жас түлектер. Сәтті сапар сіздерге ақ жол тілейміз біз. Қош болыңыздар түлектер, есте сақтаймыз біз. Бізде сізге ұқсап бір өзі бертін шептеріміз. Сіздер саған ақ жолмен алға қарай кетерміз. Қош жасамыз бүгін біз, аға әпке сіздермен жүрегіміз тоқиды, қимаймыз ғой сіздерді. Мектеппен қоштасып, үлкен жолға барасыз, армандарың орындалып, биіктерге самғаңыз. Бүгінгі түлектеріміздің бүлдіршіндерімізге арнайы сый сияпаты бар екен, тапсыруға рұқсат етіңіздер. Білім кілті қолыңдағы шамшырағын, жарқыратып ашады ол тамшуағын. Арман қуып алға қарай ұмтылған жан, білім менен табады өз бақ құрнағын. Кезекті білім кілтін тапсыру салтанатына береміз. Кілт тапсырушы Жұмабай Бекзат, Оразбай Жамбота, кілт қабылдаушы Надир Ауруна. Ән Қайран Мектебімай. Әнге ән, жырға жыр, жалғап барамыз ұшып-ұядан. Айтамын саған аманат, ізбасар оның сыныптар. Мейіріммен шуақ төгілген ұстаздар саған аманат. Жастанып кейде ұйықтаған кітабын саған аманат. Көрінбейтін шимайдан дәрттерін саған аманат. Бір жеңіп бірден жеңілген жарыстарын саған аманат. Қош алтын ұям деп айтамыз сізге сау саламат. Құрметті жас түлек, аға әпкелер, сіздердің аманаттарыңызға қиянат жасамауға уәде береміз. Алда келе жатқан сынақ ұбытудан қанаттарыңыз талмай, жоғарғы бал жинауларыңызға тілектеспін. Бізге сеніп тапсырғандарыңызға рахмет, үміттеріңізді ақтаймыз.
аманатқа қиянат жасамаймыз. Ұстаздарға гүлап, ұрысқанда шыдап, мақтағанда ессіз қуанғам. Апаратын айға, балалығым қайда, бүгін міне қоштасып барам. Қайда, қайда, қайда күндерім, қош бол, қош бол, қайран мектебім менің. Сол шақтарым елес, өмір емес, өмір деген мәңгілік көктем. Аңсаймын мен қатты, сол балалық шақты, мектебімде қалдырып кеткен. Қайда, қайда, қайда күндерім, қош бол, қайран мектебім менің. Қайда, қайда, қайда күндерім, қош бол, қайран мектебім. Қайда, қайда, қайда күндерім, қош бол, қайран мектебім менің. All my friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean, singing your song. That's how you sing it. Loving you forever can't be wrong.
why I stay here. And there's no remedy for memory. Your face is like a melody, it won't leave my head. Your soul is haunting me and telling me that everything is fine, but I wish I was dead. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you, but there's no you except in my dreams tonight. Oh, 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 oh. I don't wanna wake up from this tonight. Oh, 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 oh. I don't wanna wake up from this tonight. Сыңғырлайды соңғы қоңырау бүгін, сағынышпен толы әр жүректің үнін, балалық шақ артта қалып барады, алда күтіп тұр өмірдің ұлы саны. Ақ парақтай ашылады жаңа күндер, арман қуып, самғап ұшар жас үміттер. Мектеппенен қоштасар сәт келсе де, жүректе мәңгі сақталар алтын күндер. Ұстаздардың ақ тілегі жол бастайды, білім берген әр сабағы қолдап жанды, сенім артып алға қадам басқан деп, жақсылықпен шығарып сап жолға салды. Түлектердің қоңырау сыңғырымен өрілген салтанатты сәтіне кезек берейік.
Ендеше бүгінгі мейрамымыздың соңғы әнін қабыл алыңыздар. Алда қойған мақсатқа қол соз еш тайынба сен. Атқан әрбір атыңға үміт медет арқылы қолсыз армандарға сен. Болашақ жарқын болсын, бірлік пен ортақ болсын, жетелейтін бізді тек алға. Бір үйдің баласындай қол ұстасаптан қалмай жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай бірлігімізді сақтай жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бәріміз бірге шыңнан шыңға биіктер. Бөлінген күн нұрына әркез бол сендік алда елім бақытты мекен. Болашақ жарқын болсын, бірлік пен ортақ болсын, жетелейтін бізді тек алға. бәріміз бірге бір үйдің баласындай қол ұстасаптан қалмай жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай бірлігімізді сақтай жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бәріміз бірге жетелейді бізді тек алға. Бір үйдің баласындай қол ұстасаптан қалмай жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай бірлігімізді сақтай жылжимыз сонда тек алға. Bərimiz birgə bərimiz birgə
Ал осы бүгінгі мерейтойымызды қорытындылау үшін Айжан апай тағы соңғы қорытынды сөзіңізді айтып берсеңіз. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті мектеп оқушылары, биылғы 2025-2026 оқу жылын бітіріп жатқан жас түлектер, сәт сапар. Сіздерді көріп мен ойланып отырмын. Біздің де әке-шешеміз үкіметте жұмыс жасады ғой. Бірақ сендер не деген бақыттысыңдар, гүл шоқтары деген, қандай гүл шоқтары. Әрине ол гүл шоқтардың артында астарына мән беріңіздер. Сіздердің аналарыңыздың, әкелеріңіздің бүкіл арманы, мақсаты сіздер жақсы болса екен деген үміттерінің барлық махаббаты сол гүл шоғының ішінде. Сондықтан да сенімді ақтаймыз ба? Ақтаймыз ба? Бөлек бәрі айтатын еді, дауыстарың онша емес деген секілді. Сіздер ақтайсыз, мен сенім білдіремін сіздерге, Құда қаласа. Ертеңгі Мерей баламен, Жасмин қызымыз Құда қаласа ертең ауданның абыройын көтереді деген сенім білдіреміз. Сүйіншіліктерден күн болсын. Құрметті оқушылар, былтырғы оқу жылында Сабыржан деген осы мектептің түлегі, білесіздер, мектептің 2 оқушысына грант берген болатын. Биылғы оқу жылында да сол дәстүрден тайынбай, яғни мәрттігін жасап, енді негізінен заңдылығына сәйкес ол кісі бізге келу керек еді өзі. Біз педкеңеске салуымыз керек. Педкеңесте қаулымен шешім қабылдауымыз керек. Содан кейін барып бөліну керек. Енді сонда да болса қуаныш қой деп осы жерде табыстағалы отырмыз. Грант сертификаты Болатбекұлы Мерей оқу үлгерімі және білімге деген құштарлығы үшін білім грантымен оқуға толық негізде қабылданған мақтанышпен хабарлаймыз. Сізге сәттілік, табыс және жарқын болса тілейміз. Білім жолында әрбір қадамыңыз әрі нәтижелі болсын. Ана Фируза, сізді ортаға шақырамыз. Мама Фируза, құтты болсын. Келіңіз, анасы біріне келіңіздер. Екінші грант сертификаты Шәкір Әсел Қайрат қызына беріледі. Анасы Назгүл бар ма? Назгүл. Келесі сертификат. Құрметті Шамшықар апай, сізге деген шексіз алғысымыз бен ыстық ықыласымыздың белгісі ретінде үлкен қажылық сапарына жолдама сыйлаймыз. Құрметті Зайни бен Сабыржан. Мектеп интернатының абыройын тілейсіз ғой, Құда қаласа. Ал құрметті ұстаздар, шәкірттер, құрметті ата-аналар, құтты бола берсін. Бұл грант сертификаты артық болмайды. Мемлекеттің егер грантын жеңіп алсаңыздар, одан да біз соған да тілектеспіз. Сондықтан да баршаңызға тек қана жақсылық тілеймін. Және бір хабарландыру айтып кетейін, құрметті ұстаздар және оқушылар, 9-шы сынып оқушылары мемлекеттік емтихан тапсырады, 11-шы сынып оқушылары әлі қуануға ерте. Мемлекеттік қорытынды аттестаттау бар. Сондықтан да біз барлық қауіпсіздікті сақтай отырып, бізге қатаң тапсырма беріліп отыр Шамшықар апай. Ата-аналардың көзінше айтып өтейін, барлығы да осы жерде таспаланады, неге түседі барлығы. Сондықтан да бүгін суға бару, басқа көпірге бару, кафеге бару деген қажеті жоқ. Барынша сақтаныңыздар. Тек қана балалардың бізге аман болғаны жақсы. Жақсы күнде жолыққанша. Прямо сізді айтып кетейін, құрметті ата-аналар, оқушылар, Құдай қаласына бітіріп жатқан бітіру кеші 25 мамыр күні құтты болсын. Алдағы сынақтарда тек сәттілік тілеймін сіздерге. Грант иегерлері, естеріңізге болса, былтыр дәл осы жерде 23 мамыр күні 20 жылдыққа шәкірттер келген болатын. Соның ішінде Зайнедин Сабыржан бар тұл. Дәл қазір өзі үлкен қажылықта. Былтыр беріп кеткен уәдесі бойынша мен де 9 ай қолғаттым десем болады. Бола ма, болмайды, ол да бір Құдайдың қолындағы нәрсе ғой. Бірақ уәде беріп кеткен, уәдесін лебізін жұтқан жоқ. Өзім іштен ойлап жүрген осы Шәкір Әселге, сосын Болатбек Мерейге берсе депті. Соны өзі де қабыл алды. Сөйтіп өзі ана умрада жатса да 1 сағаттың ішінде шешім қабылдап, Ғаладин Қанат жарнамада істеді ғой, сол жігіт жаңа сертификатын шығарып өзі тапсырды. Ал мына үлкен қажылықты мен білмейді екен. Оны жаңа сыйғып беріп жерін деп жаңа өзі хабарласып жатыр да. Енді құрметті ата-аналар,
өзінің жеке қабырғасына рахметтеріңізді айта бересіздер. Дұғада болыңыздар. Құдай қаласа ол кісінің қажылығы қабыл болсын, сіздерге құтты болсын. Құдай қаласа Сабыржан ұятта қалдырмай 4 жыл ең үздік студент болып соны аяқтап, әрі қарай магистратура, бакалавр соны жалғастырып, жақсы маман болады деген сенімдемін. Сәттілік. Рахмет сіздерге. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қадірлі қонақтар және аяулы түлектер. Бүгін міне жүрекке жылы, көңілге ерекше әсер сыйлаған мерекелік шарамыз өз мәресіне жетті. Мектеп қабырғасындағы балалықтың алдәурені артта қалып, түлектер үшін жаңа өмірдің жарқын белесі басталғалы тұр. Қымбатты түлектер, біліммен сусындап, тәрбие алған алтын ұя мектептеріңді атын шығарып тек жақсы жағынан көрсетеді деп сенеміз. Алдағы өмір жолдарыңыз ашық, армандарыңыз астап, қадамдарыңыз нық болсын. Қай жерде жүрсеңіздер де, туған мектебіңіздің абыройын асқақтатып, еліне қызмет ететін саналы азамат болыңыздар. Сіздерге сәттілік, биік белестер, мол бақыт және жарқын болашақ тілейміз. ОБТ-дан жоғары нәтиже көрсетіп, таңдаған мамандықтарыңыздың иесі атаныңыздар. Ұстаздардың берген білімі мен ата-ананың ақ тілегі әрдайым сіздерге жол көрсетіп демеу болсын. Құрметті ата-аналар мен ұстаздар, сіздердің төккен маңдай терлеріңіз бен адал еңбектеріңіздің жемісі осы бүгінгі түлектер. Еңбектеріңіз еленіп, шәкірттеріңіз бен перзенттеріңіздің қуанышын көре беріңіздер. Осымен соңғы қоңырау атты салтанатты шарамыз аяқталды. Көңілдеріңізге қуаныш, жүректеріңізге шаттық тілейміз. Қош сау болыңыздар. Қошемет көрсетіп қояр түлектерімізге. Жолдарың әрдайым ашық болсын.